болса да ол лайықты бұл жүйріктер сайысы алдыға ұмтыл сен қамықпа арайланып атқан таңымыз дауылға төтеп береміз достарменен болса жанымыз бұл жүйріктер сайысы неге болса да ол лайықты бұл жүйріктер сайысы алдыға ұмтыл сен қамықпа сәтсіздік болса қасыңда қаймықпа сен бағынба алға самға жүйріктердің сайысы естен кетпес жекпе-жек зеңбірек қуаты атқыла солай ма елесті дөңгелектер атқыла тиган бәрі бітті қара жалын атқыла жеңіске жеткен Кай ол Шмидті оп-оңай жеңіп ақтық сында жолдама алды сонымен екінші жартылай финалды бастаймыз Джино Ройға қарсы оларға қошемет көрсетейік Джино алғаш рет Ройға қарсы сайысқалы тұр, солай ма, Мару? Солай. Олар әлі бірде-бір рет бір-біріне қарсы сайысқан емес. Қазір Джино бұрынғыдан да күшті. Сондықтан тартыстың қызу өтетіні белгілі. Рой, керемет өнеріңді көрсет берілем деп ойлама Жарайды, жақсылап сайысамыз. Ойын қызықты өтер деп үміттенемін. Джино жеңеді, Рой да жеңеді, Рой. Джино, Рой, Джино. Жанкүйерлер ойынның басталуын күтуде. Сонымен жартылай финалдың екінші сайысын бастаймыз. жарайды бастайық импульсті зеңбірек атқыла Табан, бұрылда шабуылда. Сенің дәл солай әрекет ететініңді білгем. Микро зымыран, атқыла! алайда мен берілмеспін электрлі бомба атқыла Сенің солай істейтініңді білгем. Абан, секіріп шабуылда! көксеңгір Сен менен еш аяушылық күтпей-ақ қой. Отты жаңбыр, атқыла! Бірінші раунд өз мәресіне жетті. Көксеңгір, сені дабыл құтқарып қалды. Қазір ғана не болды өзі? Көксеңгірді жарып жібере жаздады ғой. Бір нәрсе дұрыс емес. Джиноның неге осал ойнап жүргенін түсінбедім. Өйткені Джино жаттығудағыдай әрекет етіп жүр. Мәселе сонда.
Аван, тамаша өнер көрсеттің. Көксеңгі, мен бар күшіммен тырысып бағудамын. Сен оны неге атқыламайсың? Әрине, ол менің қалай шабуылдайтынымды біледі. Оның себебі осы екен ғой. Менің бір жоспарым бар. Мен Джиноны білем. Ол алдын қала соққы береді. Ал мен бастаманы қағып әкетемін. Қазір ол атқылайды. Демек, қазір ме? Ол неге шабуылдамай? Оған бірдеңе болды ма? Жақсы, Көксеңгір, алға! Импульсті зеңбірек! Солай екен ғой. Ол енді атқыламақшы. Не? Ол неліктен шабуылдамай? Ішкі ойымды жақсы білетініңді түсіндім. Сондықтан басқаша әрекет етемін. Ендеше бірінші болып мен атқылаймын. Қораш ядро, атқыла! Өзім де біліп едім. Электрлі бомба, атқыла! Байқаймын жаңа әдіске көшіпсің. Рой соқ қалды. Бұл раунд өзгеше өтуде. Рой Джиноның әрбір әрекетін алдын ала білуге тырыса отырып шайқасуда. Джиноның бірінші раундта жеңіліп қалғаны да содан. Дегенмен, ол енді сайысты әдеттегіден өзгеше жүргізуге көшті. Бұл шайқас қызықты өтетін сияқты. Рой, мен сен ойлағандай шайқаспаймын. Ал енді қара. Көксеңгір керемет шабуыл жасауда. Жарай, ендеше шындап ойнауға көшейік. Микрозамаран, іске қосу! Көк найзағай, айнала қорғану! Көк найзағай, үйіре соққы беру! Джино, мұның керемет болды. Дегенменен ештеңе істей алмайсың. Күткенім де осы. Сенің ұсынысыңды қабыл аламын. Үш, таңбасы! Солай де. Көк, айдаха! Алға, отты қос! Көксеңгір мен Аван көшіп қалды. Бұл лига тарихында болмаған нәрсе. Ереже бойынша қайсысы бірінші көзін ашса, сол жеңіске жетеді. Аван, жинау, тезірек қуаттау. Көксеңгі, қане, өтінем, тездетші. Аван, көксеңгі! Көксеңгір бүгінгі сайыстың жеңімпазы. Осынау керемет ойыннан кейін Джино екеуі ақтық сынға өтеді. Джино, құттықтаймын. Рой, рахмет саған. Меніңше бұл ойын естен кетпестей болды. Сен бүгін керемет өнер көрсеттің. Финалда жеңесің деп үміттенемін.
Шынан айтшы, сен Джиноның адал ойнағанымен келісесің бе? Оған ашуланған жоқсың ба? Жоқ, екеуміз де адал ойнадық. Мен өзімнің жеңілгенімді мойындаймын. Айтпақшы, біздің достығымызға ештеңеде ешкім де сызат түсіре алмайды. Ей, мырзам, осы мен доғарыңыз қане. Оларды араздастыруға тырысқаныңыз жетер еді. Дұрыс. Тілшілер тек шындықты ғана айтуға тиіс. Ей, сендер неге сонша ашуланасыңдар? Достар, Не болып кетті? Мінеки, енді бәрі дайын болды. Енді іске кірсем. Жақында әлемдегі әрбір жүйрік көлік маған бағынатын болады.